Ассалаумағалейкум құрметтілерім, қасиетті құрбан айттың уақыты да жақындап қалды. Міне біз арнайы қасапханаға келіп жайды дайындап жатырмыз. Заманауи қасапхана. Міне мұнда малды алып, осы малдың яғни қасап бөліміне өтеміз. Міне қандай тазалық. Міне мына жерлерден қойларды осы бауыздап болғаннан кейін арнайы сулар арқылы қанды жуып отырады. Мұнда ілгіштерге қойларды іліп отырады. Сондай-ақ мұнда ірі қара малды арнайы соятын бөлімдері де бар. Міне үлкен ілгіштермен, арнайы сақылармен үлкен қара малдарды іледі. Міне әзірге қазір мен тағы да кіріп көрсетейін сіздерге. Бұл жерде арнайы үлкен морозильниктер бар екен. Құрбан айт күні білесіздер, бір күнде 400-500 мың, 2 мыңға дейін құрбандық малдар шалынады. Күн ыстық, ет сасып кетпеу үшін оны морозильникке саламыз. Міне мұндай мал сойылып болғаннан кейін арнайы жуып отырады екен. Бұл жерде қазір бұл холодильник екен, қараңыздаршы мұны. Үлкен, қанша мал болса да ішіне сияды. Мына жерде морозильник, қақпасын ашып жатыр. Арнайы ірі қара малдар іші минус қанша? 1,9 болды. Міне осындай сіздердің шалған құрбандықтарыңыз иншалла етін күн ыстықта сасымай арнайы мұқтаждарға таратылатын болады. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын.